Қазақтың дәстүрлі шаруашылығы. Құрметті балалар, бүгінгі сабағымызда 18-19 ғасырлардағы қазақтың дәстүрлі шаруашылығының даму ерекшеліктеріне, салт дәстүрі, ұлттық мерекелер мен ойындарының түрлері мен олардың мағынасына сипаттама береміз. Ең алдымен қазақтың дәстүрлі және қосымша шаруашылық түрлеріне тоқталамыз. 18-19 ғасырларда қазақтардың негізгі дәстүрлі шаруашылығы мал шаруашылығы және егіншілік болды. Сондай-ақ шаруашылықтың қосымша қосалқы түрі аңшылық пен балық аулауда іске асты. Балықшылық пен аңшылықты негізінен кедейлер кәсіп етті. Аңшылықпен бай адамдар да айналысқан, бірақ олар үшін бұл кәсіп емес, саят құрудың, көңіл көтерудің түрі болған. Сыр, Ертіс, Еділ, Жайық сияқты үлкен өзендердің Каспий, Арал теңізі, Балқаш, Алакөл, Зайсан сияқты көлдердің маңында тіршілік еткен қазақтар ертеден-ақ балықшылықты кәсіп еткен. Қазақтардың қосалқы кәсібінің келесі түрі аңшылық. Қазақта аңшылық ертеден-ақ таралған. Қазақ үшін бұл әрі өнер, әрі кәсіп болды. Құс салып, ит жүгірту ауқатты адамдар үшін өнердің, ұлттық спорттың бір түрі болса, ал кедей шаруа үшін бұл күнкөрістің қосымша көзі болды. Жалпы дәстүрлі шаруашылықтың негізгі түрі мал шаруашылығы туралы 7-ші сыныпта толық өтіп кеткендіктен, бүгін біз дәстүрлі шаруашылықтың бірі егіншілік туралы айтамыз. Көптеген аймақтарда суарылмайтын жыртпалы егіншілік пайда болды. Егіншіліктің бұл түрінің тіпті орталық солтүстік аймақтарда таралуына орыс шаруа қоныс аударушылары үлкен әсерін тигізді. Ал Жетісу мен оңтүстік Қазақстанда орыс қоныс аударушылары жергілікті қазақтардан суармалы егіншілікті үйренді. Суармалы егіншіліктің екі түрі болған. Оның бірі көктемгі тасыған өзендер жағасындағы жайылымдар құрғаған соң, соның орнына егін егу түрі. Жоңғар Алатауы, Тянь-Шань тау жүйесінің етектері Тарбағатай, Алтайдан шашырап ағатын үлкенді-кішілі өзен бұлақтарының бойында осындай егіншілік түрлері көбірек дамыған. Қазақта таралған суармалы егіншіліктің екінші түрі қолдан суару жүйесі болған. Егіншіліктің бұл түрі оңтүстік, шығыс Қазақстан, Жетісу жерлерінде кең тараған. Жоңғар Іле алатауларынан Талас, Тарбағатай, Алтай, Қаратау, Мұғалжар тауларынан ағып шығатын егістік жерлерге су шығарған. Тіпті Нұра, Сарысу, Торғай, Жем сияқты жазықтағы өзендер жағасында егіншіліктің осындай түрі болған. Сонымен қоса, шығырмен суаратын кәріздік әдістерді де пайдаланған. Кәріз бұл өзара жер астымен байланысып жатқан көптеген құдықтардан тұратын су жүйесі. 19 ғасырдың аяғында қазақтар өсірген негізгі дақылдар бидай, тары, арпа, сұлы, күріш, жүгері болды. Тек Шымкент пен Перовск уезінде мақта екті, ал Верный уезінде темекі өсірумен де айналысты. Оңтүстік аймақтарда бақшалық дақылдар қауын, қарбыз, асқабақ, пияз, сәбіз, картоп, қияр өсірді. Картоп пен қиярды орыс деревняларымен қатар отырған қазақтар көбірек салды. Қоныс аударып келген орыстармен бірге қазақ арасында бидайдың түрлі сорттары да тарай бастады. Ал енді мәдениет сөзінің ұғымына келетін болсақ, мәдениет материалдық және рухани құндылықтар жасаушы адамдардың күнделікті өмірі мен қызметінің түрлері мен формаларында көрініс беретін адам мен қоғам дамуының белгілі бір тарихи сатысы. Мәдениеттің рухани құндылығына халықтың салт дәстүрі жатады. Соның ішінде қазақтың қонақжайлылығы. Қазақ қонақжайлылығы тұрмыс пен салттағы ерекшеліктерден, наным-сенім, ырым-тыйымдардан туындаған қоршаған орта, адамдардың арасындағы қарым-қатынас жөніндегі дүниетанымның негізінде қалыптасқан. Қазақта 5 нәрсеге асық бол деген сөз қонақ күтудің, яғни қонақ келсе, 40-тың бірі қыдыр, 1000-ның бірі уәли деп, көңілін тауып, ас су беріп, ықылас батасын алып, аттандыруды меңзейді. Ежелгі салт бойынша сыртта адам келе жатқанын көрген үйдегі ересек балалар алдынан шығып, атын ұстап, қолынан демеп аттан сүрген. Қазақ үйге келіп босаға аттаған адамды дәм ауыз тигізбей шығармаған. Халықта әріден келе жатқан салттың бірі ерулік беру.
ол жаңа көшіп келген адамдарды, туған туыстары, көршілері, ағайындары арнайы дастарханға шақырып, ерулік береді.